үлкен уже мысалы бір мүшел совсем есейіп кетті, бұл бізге немересі сияқты. Сондықтан кезінде әр нәрсе кезінде болу керек екен. Жаңағы өйткені воспитаниеда баланың жаңағы қатар береді екенсің. Мысалы ана 3 баламен де бір төбеде, мына бала бір төбеменде. Мысалы вообще воспитаниясы жаңағы ойлау қабілеті бәрі сәйкес келмейді бір-бірімен. Биыл мектеп бітірді. Не түсті, иә? Грантқа түсті. Ең ол 112 бала алды. Тамаша. Ол Назарбаев университетіне түсем деп отыр, емтиханын осы қараша айында. Соны күтіп отырмыз. Енді қызым 10-шы класс оқиды. Қызыммен қанша 5 жылдай болып қалды. Немен ата-ана болдық. Ата-ана бізді үйретпейді ғой, сен баланың осындай деп. Үйленгеннен кейін, бала туылғаннан кейін бәрі өз опытын келеді екен. Сәл сабырлық, не таныту керек, бірақ ана бала артынан бала көбейген сайын көп салмақ үлкен балаға түсіп кетеді екен. Соны кейін де мысалы ол сәтте байқамаймыз біз, бар салмақты үлкен балаға көп аударып қояды екен, ұрсып та қоясың, жаңағы қаталдан етіп қоясың, мейірімді кішілерге бере бересің де. Бірақ өзі бір мысалға анаған сәтсіздік болған моменттерді мына келесі балаларыңа жасамайды екенсің. Ол бітті, ол бірден өзі бір жаттанды сияқты. Сол кейіннен мысалы үлкен ұлым қарап отырсам, осы 11 оқу, 3-ші курсқа келген кезде қараймыз, ара қатынасымыз мүлдем суып кеткен, квартират сияқты болып кеткен екенбіз. Өйткені онымен сөйлесу жоқ. Мен қазір мына жерде көп қозғайын деп тұрғаным. Басында Алихан бітті кезінде қиянқы болған. Қазір абай айтып отырсыз ғой, момын болып кетті деп. Қатты ұрса беретінбіз оған бітті кезінде. Тыңдамайтын негізі. Еще өзі спортқа атасы тренер да, оның 5 жыл боксқа қатысып жүрген. Анда-мында жарысқа апарып, сосын кішкене атасымен. Всегда внимание болатын. Сен үйтпедің, жасамадың, никогда айтпайтынбыз. Бірге алып жүретінбіз, апаратын жеріне апаратынбыз, сөйлесетінбіз, бәрін сұрайтынбыз, айтатын. 4-ші сыныпқа дейін жақсы жаңағы фундамент бердік. Жаңағы жалдадық адамды, апарат, алып келеді, бірақ жұмыста болдық өзіміз. Мен концертный зал Қазақстанда жұмыс жасаған, бізде түнгі 12-1-ге дейін жүреміз. Концерті болады, өзің творческий адамсың. Бірақ қанша көңіл бөлсек те, ол сам по себе спокойный. Еш нәрсе айтпайды. 14 жас. Енді мапелеп, еркелетіп өсірген қызымыз кішкене эгоистка болып кетті. Бала туғаннан кейін өзің үшін тудың деп маған сөйтті. Сол кішкене қиын уақыттар болды. Қызда қалай баламен араласуды білмеймін. Мамамда араласады, өзімді, күйеуімді. Бірақ қыздың мінезі. Демецкий инсульт деген 14 жастағы бала ғой. Ол как раз сол сіз деген мана несін пәнін таңдап атқанда әкесі де сонымен ести алмады. Как раз сол бар. Отбасылық құндылық тақырыбында болып жатыр екен конференция. Қазір сіздердің айтқан сөздеріңізді тыңдап отырмын да, бәріміздің басымызда бір не екен, сол мәселе екен. Енді көп балалы отбасы болғаннан кейін бізде де сондай немен сондай жағдай болып жатты. Соны үлкен ұлдарға көп талап қоямыз. Сосын Свой подход обязательно. И вот, когда говоришь, например, что-нибудь сделай, не надо говорить, что чтобы перед фактом, а нужно объяснять, чтобы он понял. Да. Вот бұрын үлкен қызым маған ренжитін болған кішкентай кезінде, мама ұрса бересің маған, неге ұрса бересің? Сосын мен отырғызып қойып, Бетін қақпау, жаңағы баламен қатаң түрде тәрбиесін олай бермеу, кішкене балаға өзінің айтатын несін беру керек. Мүмкіндігін беру керек, өзі қалай қандай болғым келеді, не істеу керек деген сияқты баланы тыңдау білу керек. Соны білдім. Баланы ести білу және сонымен уақыт бөліп 5 минут болса да күнде правило 2 минут дейді ғой. Бала тәрбие саласында практикалдым деп ойлаймын. Сіздермен бөлісіп, өздеріңіздің ойларыңызды, енді өзіме де бір білмейтін нәрсемді сіздердің ауыздарыңыздан естіп деп санаймын. Балаларға мейірім бөлу, мектепте де
жаңағы осындай жиын көбірек болсын деп айтамын. Онлайн болсын, офлайн болсын. Рахмет сіздерге. Ашылып, үш жерде жақсы жылы сондай не болды, әңгіме болды. Мен де көп нәрсені түйіндеп отырмын. Денсаулық деген сияқты шынымен де мән бермейді екенбіз сондайға. Сондай көбірек информация алдым деп ойлаймын. Балаларға мейірімдік бөліп, көбірек мейірімдік берейік деп ойлаймын. Сол мен бүгін бір түсінгенім, жаңағы балаға кінә тағардың алдында көп мәселені өзіңнен іздеу керек екен. И больше выбор балаға беру керек екен. Сондықтан әр нәрсе өз уақытында ретімен істеліну керек деп ойлаймын. Проблемамыз ортақ екен. Көп естідік, бәрілеріңізге рахмет. Көптен көп қарым қатынас туралы енді көп қатынасу керек балалармен. Жылу мейірімділік болушы. Баламен көбірек сөйлесіп, сұрақ қойып, көзқарасын біліп, көбірек қарым қатынас жасау керек деген түйін жасадым. Өте жақсы ұйымдастырылған екенсіз негізі. Қандай ата-ана, маған важно мысалы баланы, ол бәрі ата-анаға байланысты. Ата-ананың көзі ашық болса, значит баланың да сондай направление дұрыс болады. Ойланып отқан баламды ауыстырамын деп, уже намеренно. Но мен қазір көргеннен кейін, значит, ол ауыспаймын деді балам. Жоқ, мен ауыспаймын, бітемін деді. Мен қазір көріп отырмын ата-аналарды, қандай направление беріп отыр, керек нәрсені қағып алдық, где-то что-то, значит, так надо деп. Баламен жаңағы больше тыңдай білу керек и қорытынды жасап бір-екі сөз жетеді ол. Сонымен өте жақсы нәрсе болып отыр. Оказывается, вообще бүйтіп отырбайды екенбіз, келмейді екенбіз жиналысқа. Келеміз, бұрындары сабақ мынандай, бұл важный екен данный біздің ортадағы балдарымыздың жастарына. Бәріміз жасы бірдей. Енді бір мәселе бізде ұйымшылдық. Ұйымшылдық болған жерде ол барлық нәрсе болады. Оны бірінші айтатын қыздардың ата-аналардың, қыздар пысық болса, ұлдарды любой жерден көріп алады. Сен мынандай білесің ғой, давай сен жасап кел дейсің, ол жасап келеді. Для него это гордость. Сен сурет күш саласың ғой, ертең барып салып кел, бізде жарыс болады, саған дайындалдық болды. Ол өзі біледі, интернеттен ала ма, ақшаны жасата ма, бірақ ол жасап келді болды. Бұрында біз солай жасайтынбыз. Өзім тарих классында оқам, мен көп сөйлемеймін деп. Дебат болсын не болсын. Просто айту керек та оны. Сол қыздарға байланысты айтып жатырмын ғой жаңағы. Сен күшті қазақша сөйлеп жатсың, тарихтан күшті білесің, сен неге қатыспайсың? Жүр, саған көмектесеміз, давайте деп осындай орындықты алып болды. И ол сізге де байланысты. Сіз оны ұйымдастырып жіберсеңіз, отыр, давай, все. Сен нансисің, солай олар ұйымдасып кетеді. Данный момент бізде сол. Бірінші мәселе сол, екінші мәселе енді ол жаңағы біздің бір проблемамыз, жаңағы насын сабақ келгеннен кейін мынандай болып кетті деп. Енді сіз видеоны жіберетін шығарсыз, тікелей жіберіп қорытындылап. Қорытындымыз сол бірінші мәселе білімі. Келгелі білімі түсіп кетті, если честно. Мектепке келгелі бір көңілден шыққан жоқ, бірақ балам ауыспаймын дейді. То ана кабинеті болмады, то мынау болмады, то информатика мынау болмады, то ана жер жетіспейді, не жер жетіспейді. Но в конце әйтеуір атын берді, сәл көріп отырмын, бір дәрежеге жоғары көтерілді. Как-то бір біздің мектепке көңіл бөліпті. Уайымдаған едім. Вот сол мәселе болса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Алда ол бірге бітіреміз деп үміттенемін, бірге алып шығамыз. Мәселеміз бір, барлығын жинақтап, тек қана алға жұмыс жасасақ. Біз всегда қолдаймыз. Мен бір нәрсені бүгін жаңалық деп ойлаймын, мысалы. Бұрын мән бермейтін тұғын, сіз айтқандай, тактильно, прикасаться. Үйге барғаннан кейін аманды құшақтайын барып. Сөйтпейді екенін сөйлесем, бірақ